Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сметаник жасайтын боламыз. Ал бастайық. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстіне пышақтың көмегімен холодильникте тұрған сары майымызды осылай майдалап бөліктерге бөліп шығамыз. Оның үстіне бір ас қасық қант қосамыз және де қопсытқыш қосамыз. Қолымыздың көмегімен ұн мен майды үгітетін боламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап үгітеміз, яғни май еруі қажет. Міне бізде осындай болып шықты. Енді оның үстіне жұмыртқа қосамыз. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді ол қамырды холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы үшін бізге қаймақ қажет. Қаймақты ыдысқа құямыз. Оның үстіне 5 чай қасық қант қосамыз. Оның үстіне 1 чай қасық сахарная пудра және де 1 жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін оның үстіне тағы да 1 жұмыртқа қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Ешқандай іртік болмауы қажет. Жұмыртқа мен қаймақ бір-бірімен жақсы араласуы тиіс. Міне біздің салмамыз дайын болды. Оны бір шетке қоя тұрамыз. Енді формаға сары май жағып, қамырымызды қоятын боламыз. Қамырымызды ең алдымен оқтаудың көмегімен жайып шығып, осылай формаға саламыз. Салғаннан кейін қолымыздың көмегімен тегістеп шеттерін шығарып аламыз. Міне біз шеттерін шығардық. Енді вилканың көмегімен осылай басып шығамыз. Барлығын біркелкі қылып. Барлығын видеода көрсетілгенде жасаймыз. Қамырдың ортасын вилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз және де вилканың көмегімен шет жақтарын тегістейтін боламыз. Барлығын жасап болғаннан кейін осының үстіне салмасын құямыз. Осы сметаниктің рецептісін, яғни қандай зат және де қандай мөлшерде салынғандығы туралы видеоның астына, яғни описанияға жазып кететін боламын. Барлығын сол жерден көре аласыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның үстіне салмасын құямыз. Салмасын құйып болғаннан кейін қолымыздың көмегімен осылай бір-бір қимылдатып жібереміз, яғни барлық жеріне біркелкі бару үшін. Енді сметаникті қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сметаник өте дәмді болып шығады және де сәндік үшін малинаны қойсаңыздар болады.